Орфография және орфоэпия. Тілде бәріне ортақ жазу ережелері болады. Оны тіл білімінің орфография саласы реттеп отырады. Дұрыс жазуға негіз болатын бірнеше ұстаным бар. Бірінші, сөздің алғашқы қалпын сақтап жазу. Құрылысшы емес, көбелек емес. Екінші, қосымшаны түбір сөздің соңғы буыны, соңғы дыбысына қарай жалғау. Кітаптар, аспанға, тағы басқа. Үшіншіден, қалыптасқан дәстүрлі қалыпты сақтап жазу. Самовар емес, мысалы, конфет емес. Сөздер мен сөз тіркесінің айтылуы мен жазылуы әрдайым бірдей бола бермейді. Сөздердің дұрыс жазылуы орфографиялық сөздікте көрсетіледі. Графия жазу сызу деген мағынаны білдіреді. Сөздерді дұрыс айту нормаларын орфоэпия саласы қарастырады. Сонымен бізде орфография дегеніміз сөздерді дұрыс жазу. Сөздерді дұрыс айту нормаларын орфоэпия саласы қарастырады. Орфоэпия заңдарына сүйену сөздің әуезділігін сақтап айтуға мүмкіндік береді. Мысалы, үйрек, қолон. Сөздердің дұрыс айтылуы орфографиялық сөздікте көрсетіледі. Яғни дұрыс айту дегеніміз орфоэпия болады. Келесі сабақта кездескенше біздің YouTube арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.